Бәйрәмдәге республика көне котлы булсын. Бұл не сұмдық? Өз-өздерін естегіз өлтірмекші. Түреккен жігіттер, алып шығыңдар. Алдымызда өнер көрсеткен 9-шы ел сынақ оқушылары. Асабаттай өз тізгін бермеді, тәуелсіздік бізге оңай келмеді. Ұлан ғайыр қазақтың атырап жерін сақтап қалып, оны ұрпаққа аманат ету ата-бабамызға оңай болмады. 300-дің басын бірлікте ұстап, жерімізді, елдігімізді сыртқы жаулардан қорғаған хандық дәуір кезеңі нағыз ерлікке толы еді. Алдарыңызда 9-шы Д сынып оқушыларын қарсы алыңыздар. Хане, яқсақалар жиналды. Assalamualaikum.
қазақ болғалы мұндай күйге түспеп еді. Bir жағадан бас, bir жеңнен қол шығардың орнына хандыққа таласып, 300-ге бөлініп кетті. Қалмаққа да керегі осы еді. Елдің бірлігі кетті. Бірлік бар жерде ынтымақта болады. Осы мысал біздің бірлігіміздей болды ғой. Енді сіздерге бір шыбықтан берейін. Сындырып көріңіздер. Оңай сынды. Ал енді осы бір бума шыбықты сындырып көріңіздер. Қолынан кемеді. Сынбайды екен. Әттеген ай. Жеке тұрған шыбықтарды сындырып алу оңай. Бірақ оларды бірлікте ұстап, қоссаң, ешкім сындыра алмайды. Егер біз бір-бірімізді еш жау бізді ала алмайды. Топ тыйылдан жау кіріп, тыныш тапқан қазақты қойдай қырды. Ойраттың ойран салғаны да оңай тимеді. Енді ауыз біршілік танытып, жерімізді қайтаратын сәт келді. Бүгінгі құрылтайдың мақсаты да осы еді. Ақтабан шұғырын алға көксіламаш үшін қалмаққа кегін қайтармасақ, жер басудың қажеті жоқ. Қазақты қалмақ капеллар соқты. Ал енді бүгін қалмаққа қарсы қаруымызды сайлап келе отырмыз. Не бел кетеді, не белбеу кетеді. Енді қазақ жерін қайтару керек. Бұлар әбден сыналған қолбасшылар. Төлебейдің ұсынысына қарсы шығатындар бар ма? Келісеміз. Ендеше жарлығымды тыңдаңдар. Әрбір ру өз жасағын құрып, үлкен жасаққа қосылу міндеттелсін. Әскерді азықпен, қару-жарақпен, ат-көлікпен қамтамасыз етіп ру басыларына тапсырамыз. Әбілқайырдан бас қолбасшы, Бөгенбай батыр бас сардары болып әскерді шайқасқа бастасын. Ендеше қол жеңдер, отанды берейік. Досыңнан көңіліңді алмасын, дұшпаның жағыңнан алмасын. Жолың болып жатқанда, жолыңды қызыр жалғасын. Туды биік көтеріп, жеңістен оралыңдар. Әумин. Аттан қырылып! Оянбай, мұнша қалмейді бердің бізге оянай. Бар мекен біздей ғафыл жұрт, атырапқа көз салсақ, көз ескенше ұйқыдан келе жатқан той алмай. Маңайдағы бүкіл халық оянды, ұйықтап жатқан біз ғана, сол ұйқыдан оятқалы жұртқа рисалым осы. Сонда бір жақтық деген сен бе едің? Жақсы мен боласың. Әй, біз сияқты адам мұсың? Мені берші деп берді. Мен дұрсына қызылжардан оқуға келген себебімді айтайын. Біз оқыған адамдар осындай кітаптарды жазамыз. Әлсек те өзге жұрттың зарасын тартпаудың әрекетін қаламыз. Ана жұрттың лағыратын жөндейміз. Оны кеп біреуімізге істеп бермейді. Барша кеп қалтамызға тиын де салмайды ғой. Дұрыс па ақсақалдар? Әрине, дұрыс айтасың. Енді бәрі өте қарапайым халықтар. Біз нан үшін жұртқа шығып, жылу сұраймыз. Әрине көп сұрамаймыз. Ақшалай болсын, мал болсын, бәрін ала береміз. Ондай болса, менің атынан саған елі ғой. Өне кітабын астынан жоққа. Сендердер бұл да құз ғой. Қазақ ақыны Дулат Ақмол өзіне көтеріліске шақырған үшін тұтқындалды. Оның кім екенін есіме түсірші. Осы кітаптың авторы Оян Қазақ Оппада бас шыққан қыздар арасында өте танымал. Оның ерекшелігі неде? Кешіріңіз жоғарғы айтайын, мен ол жағын білмеймін. Анны Яков Дулат кітабын сіз жаздыңыз. Неге демейсіз? Айтыңыз яғни, не уақытсыз отырмыз? Сіз қазақтар Оян Қазақ деп үкіметке қарсы қойғыңыз келді ме? Жоқ, мен Дулат емеспін, шын айтамын. Мен жынды көріп ба не? Жоқ, шын айтамын. Атым Басырда екен бәлден болады. Онша халыққа неге Дулат не алып жүрсің? Дулат елде танымал, оның бүкіл халық сыйлайды. Оның атын жамылған өндіршілер пайда болып, мен еліктеп шықтым. Сен таза бүлікші ғана емес, адам аты жамылға таза суайды екенсің ғой. Қамандардан. Болғандағы көздегеніміз қазақ арасында өнер білім жайына басшылық. Енді жақсылықтан бастап жаманшылықтан сақтайтын сөз айтты. Патша жағарлық шығарып, мөр басып, бақша бермесе, газет шығару дегенің оңай жұмыс емес. Ақсақал, өзі тырыспаған неге? Патша жарлықта, бұл да газетте шығармайды. Оны өзіңіз де білесіз ғой? Білдік не, білмедік не, егер патша болса, отырғандардың бесін ғой неге жетеді? Енді шұғыл елге жетсек, осы оншақты емес алыстан ағайдар да көмек қолын соза. Осы қазір сіздер мұншаның бәрін процессалық төлі отырсыз. Оның көбісі заңсыз. Газет осының бәрін халықтың көзін ашу үшін керек.
Бұның дұрыс болар. Біз ендеше жолда келе жатқанда әңгімемізді жеткізерміз. Еш саспа, бір амалын табармыз. Алыстағы барды ағайындарға құлақтарына да жетер бұл әңгімеміз. Кім бұл? Не үшін келдің? Мен Әлихан Бөкейхановпын. Мен барлық кінәні өз мойныма аламын. Бекмахановтың не үшін мәсіп оны босатыңдар. Сонда сіз бәрін мойындайсыз ба? Иә, бәрін қандай айыпта болса да мен өз басыма аламын. Жақсы, біз сіздің мойынға бәрін артып жазып береміз. Амандарына. Алло. Байтұрсын. Иә? Сен тұтқындалдың. Жоғап кетпеді. Оны негі нәсі бар отырғанда. Сендер, ресей үкіметі қарсы партия құрып, халықты оған қарсы істерге үгіттеңдер. Сендер, халық арасында бас көтер, патшаға қарсы шықпақшы болыңдар. Сендер, көтерілсіңдер. Тоқта, соның сөзін айтайын. Өлсен де қазақтар сатпайым, ел үшін жанымды беремін. Солар бені, көздендер ал. Алаш ордалары біздің елімізге тек қана ұйымдастыруға келмей қоймай, онымен әділетті сапа берген жандар. Yanılgın, Мәншүк монологын орындайтын 10-шы Ә сыныбы оқушысы Қадижанова Нұрай. Танымасың, естімедің атыңды. Зақтығын артысты қолығыңды асыруға тырыстың. Ақыры көзін тауып құлаттым. Дәл түбінен тегізіп құлақты. Бұл да мені сыйласының біреуі темірді қыстақты. Аңғардың ба, кімнің атқыш екен? Жата берсін, қалсын енді кеткесін. Әрине, сен келген жоқсың, қыз қолынан өлуге. Сен келгенсің, біздің елді күйретеміз жеңуге. Бірақ оны тәңірім тағдырына жазбақты. Неткен жұршын, тына қапты барлығы. Сен бөлектің күйген дауысты қарлығым. Сен мұны бір қайының жапырағы. Ежірейді, күмірлейді, жылайды. Әзекімнен өмір, бақыт сұрайды. Мама, күнім деген сенсің ау. Әсер шеттау әлсіреген даусың. Мама, жыламашы, шыдап бақшы ерсің ғой. Папам менің айыпталған жазықсыз. Біз жаладан жауы семья сатандық, мама. Шыда, мен де саған оралғанша. Егер оралмасам, қош бол, мама. Қош сау бол. Бұл жер асқа құлшарысы өткен жер. Қайта оянған ұлтамыз сұлтанға өткен жер. Ерте деген ару қызды жастар сүйреп жеткен жер. Жатты мұнда естетті. Күзге айналған көктемде. Қыздар, бұрындар, біз бақтамыз. Алар шетін қоршап тұрған шышаларға ала көп. Жарас бүлдіршін сезімікті жадар етмей қарамыз. Сол арада сатқындар да елестейді қарабет. Қарабеттің бәрі дара тұлған дарабет. Жас бүлдіршін мұз құрсаңғы шышаларға қарабет. Заманының жегісі мен жеңілісі санабет. Ұлттың бағы жанар мекен, қаз тұлпарына жоқ. Кемсетпекші жер 90-ның жалаң аяқтары деп. Гол егесі! Қазақта қазақ басқа сол күнге қассың. Тәуелсіз ел боламыз. Стоп! Имя? Қайра. Фамилия? Рысқұлбек. Қайрат Рысқұлбеков. Кто ты по национальности? Мен қазақпын. Почему не разговариваешь на русском? Ей, молдон! Өз жерімде өз тілімді құрметтеуім керек. Мен қазақша сөйлеймін. Молчать! Ей, күшік! Не жетпейді саған? Үкімет бар жерде үзіп қойын жоқ па? Не жетпейді? Не үшін шықтың алаңға? Мен жігіт деген атқа лайық еместердің қатарынан емеспін. Құдайға шүкір, бойымда нағыз ер жігітке арналған намыс пен жігер бар. Бірақ Құдай куә, мен қылмыскер емеспін.
Айдан күннен жаңылдым. Сарғайдым ғой, сары даламды сағындым. Қарашығым, құлыншағым деп сағындым. Алыстағы қорланымды сағындым. Анашым, түсіндіңізші. Жазықсыздан жазықсыз мына зынданда отырғым келмейді, анашым. Зынданда отырып қажып, шаршап кеттім, анашым. Менімен бірге сіздердің де қиналатындарыңызды ойлағым да келмейді, анашым. Балаңыздың жеткен жері осы болды. Өзіңіздің ақсызын сақтай алмадым. Сіздерге деген махаббатпен, сағыныспен қайрат, қош бол жарық дүние. Имя, Ләззат, фамилия, Асанова. Сен кімсің? Білерім, қайсар қызбын, қазақпын. Білерім, намыс отым азаттым. Маған қымбат, азат елім азатпын. Тек бір арман, 16-да қиылдым. Даласындай қазақпын. Қинамайды, абақтыға жапқаны. Қиын емес, дарға асқаны, атқаны. Маған қиын осылардың бәрінен, өз ауылының иттерінің қапқаны. Ғасырларға жеткен бұның жолы, тәуелсіздік ұлылықтың ұлығы, шаңырағы биік болсын қазақтың, әрқашанда берік болсын қолы. Тәуелсіздік еліміздің тұғыры, аспанынан көрінеді күн нұры. Жасай берсін мәңгілікке қазағым, таусылмасын, сарқылмасын ғажабын. Өзің барда өзегімде жоқ жермін. Кеше сенің келбетіңді армандық, оданына бұғауландық басқа елдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Қош келдің. Ол туған жер кетпеген құшағын кен, саған көңіл бұлқынар құшағын мен. Сағынышымды қанат қып саған қарай, балапандай талпынып ұшамын мен. Жат қылықпен жанымды жараласам, бар сырымды бүкпесі саған ашам. Мен ел кезіп кетермін отансыздай, үмітімді ақтауға жарамасам. Тәуелсіздік болмаса ұғар меді, тоқтар менен талғаттар шығар меді. Абай әнін ғарыштан қазақ айтып, әлем шырқап қосылып тұрар меді. Әрқашанда тыныш болсын түніміз, шуақ шашын асық аспан күніміз. Кеше ғана азаттықты аңсаған, бүгін міне ірі елдің біріміз. Азапқа салған қазақты, үзілген үміт жалғады. Тәуелсіздік таң атты, қуан қазақ баласы, әлем күйге бөленсін қазақтың қайдан даласы. Елу елін сүйсіне кеп қарайды, ең бейбіт ел ынтымағы жарасқан, деп біздерді бақыттыға санайды. Түфә талсандырдық талайды, бақыттымыз бағасқан талайлы. Құтты болсын 33 жыл қазағым, тәуелсіздік тағы бүгін айлы. Dünya, hatta жақсы табаны
Құрметті қонақтар, осымен Республика күні мерекесіне арналған кешіміз аяқталды. Қош сау болыңыздар!